Капшагайскийдегі энержиға келдім. Капшагайскийдегі. Капшагайскийдегі энержиға келдім. Солярка 315 болып кеткен ғой. Масқара. Қайда баратыр деймін, қымбаттап, қараңдар. Солярка 315 болып кеткен бір жаздың ішінде. Мені жұмыс жоқ, машиналар тұр мені. Қайда көтеріп жатыр, аяғында да толып тұр машиналар. Қымбаттап жатыр, қайда баратыр деймін, бәрі қымбаттап. Мені Капшагайскийдегі газ энержи. Мен сағаттың 12 болды. Ескі балонмен қоштасып жатырмыз. Шиномонтаждамыз. Ескі балонды шығарып, новый балон салып жатырмыз. Прощай деп жатырмыз ескі балонға. GT екеуі новыйын алып салып отырдық. Болды. Осымен кругом бегом баллондардың бәрі жаңа болды ғой, короче енді. Ендігі жылға шейін енді ұмытамыз баллонды, құдай қаласа. Міне GT баллонымыздың біреуі қолда. Қалай екен? GT баллонды салып жүргендер бар ма екен? Мен бірінші рет салып жатырмын биылға. 285, 719 жарым. Ана дискімізді дома болып кетті ғой. Аюдың ұясындай, ой, балан, трещинасын қарана дискі. Диск алу керек болды ғой, балан. Трещинасын қарасы үшін. Мынаны ауыстырып алмаса болмайды ғой. Мынау өте опасна ғой. Балон айырбастайын деп келдім, мен дискті көрдім де, қандай повезло, Сағаттың 12 болды. Балон айырбастап жатыр. Шиномонтаждамыз. Алматын шыға берсіндегі. Жаңа 2 фура тұрды, 2 фурадан кейін очередь алып айырбастап жатырмыз. Сағат 12-ден кетті уже. Вот осындай міне. Оқымасаңдар жүресіңдер осылай. Қаңғырып деймін ба. Сол енді. Балон қазір айырбастап, құдай қаласа. Күртіген ме, Ханченгелдіген ме барамызда енді ұйықтаймыз. Міне фуралар ұйықтап жатыр. Фуралар. Скания кетті, паровозик Скания кетті. 05. Груженный один, походу, нормальный груженный один. Шлифовать етіп кетті ғой, жерден тұры орыннан. Мынау да Скания екен, жаңалау екен. Осында бір Скания мені басақ, жаңалауынан деп. Арманды берейік та, бір орында алып қалар арманымыз. Сол мұны, құдай қаласа қаз балонды біреуін перебортовка жасап қойды же. Екіншісін жасап отыр. Сонымен саламызда басамыз газды. Солай жіктер. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Жолда қызықтарды водитель болғанның, жолда жүргеннің қызығы қандай екен,
ауыр қандай екен қолдан келгенше көрсететін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Мынау Ханченгелдіге қарама-қарсы заправка. Неизвестный заправка. Мына жігіт өзі газ заправкада жұмыс жасайды екен. Келіп демалып тұрсам, стоянка платный деп қояды ғой. Қанша десем, 1000 теңге дейді. Сен стоянщиксің ба десем, жоқ, газ заправкада істеймін дейді өзі еще. Дедім, жоқ, мен демалмайым жүрем деп сөйледім да. Да, бұл жер платно ма десем, я платно ғой деп қояды. Өзі мына газ заправкада істейді. Қалай? Ушлылау ма өзі? 1000 теңгеден машина басынан ақша жинап жатыр. Базар жоқ. Базар жоқ дедім. Десе бірдеңе жоғалса жауап бересің бе десем, жоғалмайды ғой деп қояды. А вдруг жоғалса деймін да. Ат басыңды алып қашпайсың ба ертең сосын деймін да. Жоға жоғалмайды деп қояды. Қоршауың жоқ, ештеңең жоқ, не камераң жоқ. Соны сөйтіп айтып едім, кетіп қалды сосын. Заправщиктарда енді стоянкаға ақша жинайтын болыпты ғой. Не болып баратыр өзі? Тегін жерге ақша беріп тұратын болдық па? Мына Ханченгелді дегенге қарама-қарсы тұрған стоянка. Мына Ханченгелді дегенге қарама-қарсы тұрған стоянка. 1000 теңге дейді, қоя алмай қызармай. Масқара я. Балдың сезоны басталып жатыр ма, не болып жатыр өзі? Мед жасайтындар толып жүріп жатыр. Мед жасайтындар толып жүр. Күн жолында кеше салқында болған. Қазір енді әйтеуір жайлап жылынып келатыр. Адамға ештеңе жақпайды ғой. Ыстық болса ыстық болды дейміз, суық болса суық болды дейміз. Қашқан теңізден өтіп кеттік. Алдымыз наркопост. Балқашқа келдік, Балқаш. Переезде тұрмыз. Пойыз өтіп жатыр. Пробка колонна жиналды. Машинаdır. ГАИ қызметкерлерdir. Ne деген ұзын десешін ағадан. Бұл өтіп бітем дегенше біраз уақыт бар. Бүгін Балқаш гаишниктер деген толып жүр бүгін. Бүгін ГАИ деген страшно көп жүр Балқашта. Пробка болады, переезд, рельптер машина деген. Не болып жатқан? Неге сонша машинаның көптігін
Страшно. Артта да топ тұр машина. Перейіз жауып тастадым. Жана ан жақпен кетіп қалу керек еді. Уже өтіп кететін уақыт болды жатыр. Тамызын. Мына мостын салып бермесе, пробкасы деген страшно.